Сәлем балақай. Каналда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін біздерде математика сабағынан 4 саны және цифры. Ендеше сабағымызды бастайық. Оқулықта мына бір суретті көруге болады. Бұл жерде суретте қай заттар төрттен берілген және неше сөзін пайдаланып сұрақтар құрастыр дейді. Кәне тауып көрейік. Төрттен тұрған зат: асық, ер балалар, қыз балалар, қуыршақ, машина және қыз баланың жанында тұрған мына бір ойыншықтар. Қане ендеше неше сөзін пайдаланып сұрақтар құрастырайық. Суретте неше асық көріп тұрмыз? Суретте неше машина бар? Немесе суретте неше ер баланы көріп тұрмыз? Осы сияқты мысалдарды өзің құрастырсаң болады. Енді мына суретке қарайық. Бұл жердегі асықтарды санап, оны сандық сәуледе көрсетіп, одан кейін салыстыру құрастыруға жетпіз. Бірінші жасыл асықтардың саны нешеу? Жасыл асықтардың саны 4-еу. Астында тұрған қызыл асықтардың саны 3-еу. Енді осы 4 және 3 санын сандық сәуледе көрсетеміз. Енді сандық сәулеге назар аударайық. Сандық сәуледе тұрған санның алдында тұрған сандар сол саннан кіші болады. Ал өзінен кейінгі тұрған сандар ол саннан үлкен болады. Сандық сәуледе 4 санның алдында 3 тұр. Сондықтан ол 4-тен кіші болады. 4 артық 3-тен. Келесі 3 санына қатысты. 3 санынан кейін тұрғандықтан 4 одан артық болады. 3 кем 4-тен. Енді балақай, мына жерде есіңде сақта деген жердегі 4 санның құрамын жаттап алуға жетпіз. Бұл сөз ба? 4 саны қандай сандардың қосындысынан тұрады деген сұраққа жауап береді. 1 қосу 3, 2 қосу 2, 3 қосу 1. Мәні 4-ке тең. Оқулықтағы номер 3-ші тапсырма осы 4 санның құрамына берілген. Мысалдар құрастыруға жетпіз. Бірінші суретте 3 қою жасыл түсті асықты көреміз. Оған тағы да бір ашық жасыл түсті асық та кеп қосты. Барлығы неше асық пайда болды? 4 асық. Келесі екінші суретте қыз балалар берілген, олардың үстіндегі көйлектің түсін қараймыз. Бұл жердегі қуыршақтың екеуінің көйлегінің түсі көк, екеуінің көйлегінің түсі қызыл. Сондықтан 2 қосу 2 тең 4-ке. Балалардың қалай есептегенін айт. Бұл жердегі балалар сандық сәуленің көмегімен қосу және азайту амалдарын орындап тұр. Қосу кезінде біздер сандық сәуленің оң жаққа қарай жүреміз, ал азайту кезінде берілген саннан сол жаққа қарай секіру арқылы мәнін табады екенбіз. Балақай, 4 санның сандық құрамын жаттап алатын болсаң, саған өрнектерді ауызша шығару өте оңай болады. Балақай, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болса, лайк қалдырып каналға тіркелуді ұмытпа.